Армысыздар тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий қалдырып, пікір жазуларыңызды сұраймын. Бала кезім ғой. Күн ұзақ үй көрмей ойын ойнайтынмын. Жаман велосипедті мініп алып бір топ бала өзенге кететінбіз. Деп сөзін бастады келесі бір сұхбаттасым. Ол заманның кеңшілік тұсы, қадірлеп, өкілеп келген ксробинстің соңғы тұяғын серпейтін соңғы 5 жыл еді. Бір күні сондай ойыннан келсем, біздің үйдің алдында үлкен жүк көлігі тұр. Бала емеспіз бе? Қызық көріп жетіп бардық. Сөйтсем, біздің үйдің жанындағы үйге әлдебіреу көшіп кеп жатыр екен. Жүк түсіріп көмектесіп болып жүрміз. Біраз бала қойсын ба? Жарты сағатта жүк көліктің астан кестеңін шығардық. Сөйтіп, ойда жоқта 3 жыл қаңырап, бос тұрған көрші үйде жаңа көршім пайда болды. Менің мамамның сол баяғы аңқылдаған ақ көңілі, еркекті інім деп, қатынды келін деп, тамаққа шақырып араласып кетті. Екі сөзінің бірі балам, көршіңмен жақсы бол деген бар. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деген. Мына жігіт енді менің інім болса, мына келіншек келінім болады. Қазақтың бәрі бір-біріне бауыр, балам. Келін ғой, таза қазақ емес, бірақ мына бала қазақтың баласы демек, бұл келіншек менің балам, менің келінім деп, тоңқылыма жауап бергені бар. Өйткені танымайтын адамды інім деп, неңіз бар деп томсырайғанмын. Міне осылайша Құдай бізге көрші берді. Құрсын көрші болғанда қандай. Бұлшық еттері бұлтиған ағамен, шексіз сұлулықтың иесі болған жеңеше берді. Бұл менің сонау 7-ші сыныпты бітіріп, 8-ге аяқ басқан кезім. Айттым ғой, мамамның ақ көңілділігін бәрінен асып түсті. 2-3 күннің бірінде әлгі келіншек шайға шақырып сүтті шайды қонжитатын. Тіпті мамам татардың қызы дегеніне татар келін деп ат қойып та үлгерді. Сонан болар бұл келіншек біздің үйге үйреніп, мамамның іші бауырына кіріп алды. Өзі осы тараздың қызымын дейтін. Ағамыз сонау Орал жақтікі. Құдай қосса шараң бар ма? Екеуі де бір-бірінен реттеп ажырасып, екінші бақ деп бірін-бірін тапқандар екен. Ағамыздан біріншінің соңында бір ұл кеткен дейді. Келіншекте бала жоқ. Табысқандарына 2 жылдың жүзі болыпты. Әрине, мұның бәрін шай үстінде татар келіннің аузынан естігенім. Онан басқасының бәрі жұмбақ. Жұмбақ дейтінім сүйсінбеске амалың жоқ. Қос анары бұлтиған өте әдемі келіншек. Мына жындыға қайдан еріп жүргені дерсін. Жынды дейтінім, ағамыздың бір бетке тентек екені көзге ұрып тұратын. Сосын бұл жеңгемізді киім үлгісі де ерекше. Қазақша кейпін бұзбаған менің ауылымнан ерекше киінетін. Айтпақшы, қандай киім кисе де құлпырып шыға келетін. Тіпті ештеңе кимей жалаңаш жүрсе де жарасатын сияқты. Түфәй, бала болсам да осыны аңғардым ба? Әлде ерте есейдім бе, білмеймін. Көз алмай соңынан ұрын қарап жүргенімді 9 бітіп 10-ға жетті. Бұл келіншек онан сайын сұлулана түсті. Жасы қаншада десеңіз, ол бақандай 10 жасқа үлкен. Мен 15-те, ол 25-те. Нағыз құшағыңды қайнататын жаста. Міне, мені осы ой басқалы қашан. Құдай ұрды ғой мені. Ұрғанда тас төбемнен қос қолда бірді. Өзімнен 10 жас үлкен келіншекке осылайша ғашық боп тындым. Тіпті қарама-қарсы терезесінің жарығы сөнсе, қызғанатынды шығардым. Онан әрі қияли өрбімек. Жарықты сөндіріп тастап, ағамның құшағына лып берді ғой, ол анық. Ұрын барып, қарасам ба екен. Құрсын, керек емес. Ағамыз көріп қалса, ұрып өлтірер. Анау шойын жұдырықтың жесең, аман қалуыңда 2 талай. Сол жерде шыбын жаның көкке ұшып кетуі мүмкін. Бірақ бұл менің ойым ғана. Қыз құшағын көрмеген соң қызық маған. Құрмағыр, сен қайқаймай, жөніңе жат, жөніңе. Қақ басыңа бір ұратын неме? Ағам білсе, мойныңды үзіп алады, ұқтың ба сен?
Бірақ жабулы пердеден сығалап тағы да қарадым. Анау қараңғы қапастың ішінде не боп жатыр екен? Күйбеңдеген қу тірлік шығар. Тым болмаса сүрбесі көрінсе ғой. Қысқасы сол ағамның орнына өзімді қойып ұйықтап кетіппін. Таңғажайып түстер көрдім. Татар келінді тырдай жалаңаштап, тағылап жатыр екенмін. Өзінде 4 тағандап қойыппын. Онан төңкерілген қосанары бар емес пе? Қолтығының астынан басымды тығып, соны сорып жатырмын. Бірде оңынан, бірде солынан. Ойбу, құрыды бәрі. Өйткені оянып кеттім. Шомылмасқа амалым жоқ. Күш қайратыңның осындай былығы бар да. Несін жасырайын? Есі дұрыс еркек атаулының бәрі басынан өткерді ғой мұны. Қазір ғой ол, қыз көрсе де, қызыл көрсе де міз бақпай тұратыны. Ол кезде енді осы қысқасы. Бүлініп, бүлдіріп жүргенің. Жуынып болып қалғанымда мамамның даусы шықты. Әне кетті дейсің. Күнім, жарығым, құлыным өмірім. Құлағым үйреніп, етім өліп кеткен сөздер ғой бұл. Өйткені күніге 100 рет қайталамаса шай батпайды. Мам, қазір міне, сүртініп алайын іше беріңіз. Шайың суып қалады, суыған шай болама деген мамам әлдекіммен күбірлесе кетті. Зып беріп жетіп келдім, мәссаған, татар келін отыр. Аңдығаны мен сияқты осының, соңғы кездері көзқарасы да басқаша көрініп жүр. Оның үстіне өткенде секундтай, қызың бар ма деп сұрағанын қайтерсің. Сонымен не ой бар? Апау, асығыспын. Нан ауыз тисем жетер, кешке ініңіздің жұмысынан қонақ келетін еді. Соған Сакон маған көмектесе, үйді бір астан кестенін шығарып тазаласам дейді. Мамам не десін, түске дейін бітірсең болды, сабағынан кеш қалмасын деп сыртынан сатып салды. Қызық екен өздері. Мен әлі барамын ба жоқ па, менен сұрамай қалай ғана айтып отыр. Тап қазір, қолым ауырып отыр десем, бітті. Мамам мені өлсе де жібермейді. Бірақ қалайша, бармаймын дей алмаймын. Соңынан ере бердім. Тәпішкесі тырсылдаған жеңешем үйіне келді. Жүгіріп жүріп, біраз шаруасын тындырдық. Міне ойлағанымдай үйіме қарама-қарсы бөлмесінде кең керует тұр. Талай тәтті түннің куәсі ғой бұл керует. Түнде жарықты сөндірген соң, біраз айқасқандан шығар. Мен оны бұрында білетінмін. Өйткені мамамнан сұраған соң, соңына еріп талай көмекке келгем. Тіпті есімде жоқ. Соңғы 3 жылда 30 рет келсем керек. Қысқасы байдың бастықтары келеді екен. Мықты дайындық жасадық. Ал енді шайың шала болды ғой, шай ішейік деген жеңешем ас бөлмеге зып берді. Онан жатын бөлмесіне жүгірді. Құдай-ай, көзім шықсын. Жұқа асыл бір халаттың ішінен әппақ киіп келді. Ол аздай келте халаттың ортаңғы екі ақ түймесін іліпті. Қаласаң жоғарыдан қара. Мен мұндалап қосанары тұр. Ол аз десең, төменнен қара. Жырық неме жылғасы бар. Шет жағасы көрініп, әппақ сандары жалтырап тұр. Бұл не сонда? Әдейі ме әлде болғаны осы ма? Басынан орамалын тастамайтын менің мамамның алдында мынауың бір жүрген жүзекші ғой. Иә, натури таза жүзекшенің киімі. Мен мұндай киімді шетел киноларынан ғана көргем. Ол да кеңес үкіметінің қабырғасы сөгіле бастағанда. Айтқандай, мен 10-шы бітіретін жылы кеңес үкіметі құлап, коммунистер өре қашты ғой. Қашпағаны биліктен айырылып, бейшара күйге түсті. Сонан болар, бір жылдары бай тұрған біздің совхоздың берекесі кеткен жыл бұл. Сосын, заман, сол заман болса да, адам өзгере бастаған кез бұл. Міне, осындай алғау-далғауға менің балалық шағым тұспа-тұс келді. Бірақ енді біз демократиялық ел болмақпыз. Аузыңа не келеді айт, ойыңа не келеді істе. Ешкім қой демейді. Өйткені демократия деген қате түсінік қалыптасты. Бірақ сол демократияңды қоя тұрып, жеңешемнің шайын айтайыншы. Шай құйған саусақтарын айтсайыншы. Құрсын, 5 саусағының тырнағы 5 түрлі.
Біріншісі қызыл, екіншісі сары, үшіншісі жасыл. Сорлы басым, мен мұндайды көріп бедім. Қой, болмайды бұл. Мынау тошына жәлеп. Мұның қолынан шай ішу деген қандай жиркенішті маған. Есім барда елімді табайын. Мамамнан қалған сүтті шаймен табанданға май жағып, жеп мектебіме зытайын. Бірақ мені татар жеңешем жібере қоймады. Отырсай Сакон, отыршы әңгіме айтайық дейді. Ойбай көтек, әңгімесі нес мынаның? Екеуміз не әңгіме айтуымыз мүмкін? Отырайын енді сен мені өсек соғып. Мектепке кетуім керек жеңеше деп мінгірледім. Алайда ол мені жібермеді. Менің шайымнен ішпесең ренжимін деп бір түйді. Өзінің болып болғаны осы ма, әлде еркелігіме білмедім. Шай біткенше басымды айналдырды. Сұрақтарды үст-үстіне үйіп төгіп, соңында мынандай сөзмен шошып тастады. Сауко, сен енді жігітсің ғой. Жасың 17-ге кеп қалды. Әне-міне дегенше мектебіңді бітіресің. Сұрайын дегенім, осы жасыңа кеп қызбен болып көрдің бе дейді. Ойбай деп аударылып түстім. Бірақ осы сөзі менің бетімді ашты. Жүзікше деген жеңешеме тығыла түстім. Тек ағамның көлеңкесінен қорқып шыдап жүрдім. Ал татар жеңешем соңына түсіп алды. Осылайша арамызда ит пен мысық ойыны басталды. Соңында мамама ештеңе айтпаймын. Жігітше сөзім деген уәдемді алды. Сонымен қысқы жағынан құлайтын күнім жақындай түсті. Осыншы келіншектің омырауына аузымның суы құрып жүргенде 10-шы сыныпқа аяқ бастым деп жалғастырса сұхбаттасым. Шынымен де соңғы 5-6 айда мені бір желік басты. Оны өзімде осы келіншекте аңғарған. Тек хабарсыз боп бейғам жүрген мамам ғана. Сол баяғы құлыным, күнім деп татар келіні көмек сұраса жүгірте салатын. Көрші келіншек әйел баласы ғой. Байдың қолы босамайды балам. Күнімен кейде түнімен жұмыста. Қолыңнан келген көмегіңді бер. Мына қаңырап тұрған үйдің осылар келіп сәні кірді ғой. Көршің болғаны қандай жақсы деген сөздермен мені айдап салғанын өзі де аңғармады. Енді мамама үрейленіп алған көршім онан сайын бұлдана түсті. Өйткені үйге келгенде басына орамалын тағып ұзын халатын киіп келсе, үйіне барған соң шешіп лақтырып келте шолақ киіп шығатын. Оған мұрныма мүңкіп, ескеп, үміттеніп жүрген мен сорлы құлай түстім. Қашан жетем саған дейтін ой басатын. Шіркін, тартып барады ғой, тартып. Төңкерілген қос анарын айтсайшы. Бүлкілдеген борбайын айтсайшы. Бірақ, күннің бір күнінде осыншама сұлулықтың иесі болатын ма, сенімім мол еді. Оған себеп те жоқ емес. Басты себеп жеңешемнің қызық-қызық сөздері болды. Құрсын, бұл не айтпайды дейсін маған. Қызбен болып көрдің бе дегеннен бастап, тіпті бірнеше позаларды, соның ішінде өзі айтқан 4 таған позасын сөз қылды. Әрине, мұның бәрі менің көз алдымнан өтпей қоймады. Мұндай сөздерден соң шай, тамақ болмай бұтымды басып отыратынмын. Басқа амалым да жоқ қой. Сол кездерде айғыр болмаса да, құлыным тулап кететін. Мұны жеңешем біледі. Тіпті алай дүлей боп тұрма деп тұрсырайды. Күліп, мазақ қылады. Мен сорлыда дәрмен жоқ, ұяламын. Қайтейін, бетім ашылмаған баламын. Енді ғана 17-ге аяқ бастым ғой. Қаланың да көкжалы емеспін. Ауылдан шықпаған сарауыз балапанмын. Бірақ міне аз қалды Сако шыдай түс, деп өзімді ұстап жүргеніме жылдан асты. Ал балапанның басын ұстап жүргенімне 2 жыл болды, несін жасырайын. Сөйтіп жүргенде бұл жеңешем тағы да келді. Апау, Саконтай маған көмектесінші дейді. Апам не десін, огородта отырған жерінен айқайға басты. Бара ғой балам, жеңешеңе көмектес барып, магнитофонды өшіріп кет дейді. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Тапа-тал түсте келіп тұр. Ағамыздың уазымен келе апталап кететіні бар. Сол уаздың бары жоғынан ол кісі қайда жүргенін білетінмін. Демек бүгін 4-ші күн, есік алдында уаз көрінбейді.
Жеңешемнің шөлдеп жүргені анық сәті кеп тұрған шығар. Қорықпа, Сако, қорықпа. Қолыңныңды қорадан шығарда басын бос қой. Шаршағанша шапсын. Сосын шабуын шешіп, лақтырды да айылды босат деп соңынан ертім. Әдеттегідей үй ішінің тірлігі. Мына киім ілгішті мына қабырғаға қағып берші дейді. Ой, осы да жұмыс болып па? Бұл қабырғаға өзіңді де қағармын әлі деп іштей сыбырладым. Ал енді жеңешем ойынды бастады. Үстелге шыққаным сол еді. Құшақтап алып, құлап кетпеші, Сакош дейді. Үнім өшті. Тамағым құрғап, жабысып қалды. Не дерімді білмей қатты састым. Құрсын жеңешем қапсыра түсті. Құлын ойқастап, құтырып кетті. Мойыныңның искеп алайыншы, осы тұрғаныңда дейді деймін, демін тартып. Ойбай, өлдім. Қолы қайда жүр құрсын? О, жігіт болыпсың ғой. Мынауың норма ғой дейді. Жұлқынып бердім. Сонан соң атып далаға шықтым да жөніме кеттім. Соңымнан сыбырлап үлгірді. Ей, апама айтып қоймашы, қалжың ғой дейді. Алаңдамаңыз дедім. Ақылдысың сен деп мақтап үлгерді. Мен зымырап үйге жеттім. Мама, әлі сол огородта отыр. Күйбең тіршілік біткен бе, таңнан кешке дейін қыбыр-қыбыр. Көзін ала бере бір қырындап ішке зып бердім. Байқамай қалды. Көрсе ет қой құлыным, қайып кәдімгідей. Жұқа шортидан байқалып тұр. Жүгіріп терезеге үңілдім, ол да қарап тұр. Сұқ саусағын аузына басты. Бұл енді ешкімге айтып қойма дегені. Басымды изеп, уәдемді бердім. Сол сәтте кім ойлапты осы екі терезе екеуміздің қылмысымыздың талай куәсі болатынын. Балапанды басынан бір ұрып жата кеттім. Онан өз-өзімді сөге бастадым. Шортсың, Шако, шортсың деп қоямын. Өйткені тағы да бір мүмкіндікті жіберіп алдың. Тіпті басынан сипадыма неғылды өзі. Есіме түспей жатыр. Кришам қисайып шатырым шайқалып қалды. Өзіме өзім ұрсып әлек боп жатқанымда. Шәй іш, құлыным деген мамамның даусы шықты. Демімді басып кеп отыра кеттім. Көп өтпей татар келіні көрінді. Мамам тағы да шайға шақырды. Жаңа ғана ішкенім, апа деп қипақтап кеп отыра қалды. Өзара әңгімелері басталды. Кәдімгідей ұзын халат, ақ орамалмен келіпті. Көзбен тінту басталды, жалаңаш жауырынға мініп ап, шауып бердім. Ақтер көктері шықты, батырмын ғой. Өз үйімде батырмын. Оның үйіне барсам чөртпін ғой, чөрт. Өз-өзіме ашуым келді. Келесіде шансты жібермеймін. Жіберсем Сако деген атым өшсін. Бас салып құлынымды қонжитамын дедім. Айтқандай осы келіншек келгелі сабағым жөніне қалды. 5-ім 3-ке, 4-ім 2-ге айналды. Үймереген кластың қыздары қызықсыз боп бара жатты. Бар ойлағаным мына келіншектің борбайы ғана болды. Әдеміше өзі. Сүйкімді қылықта бар ғой. Неге мен тупит етіп жүрмін осы? Балалығым ғой, балалығым. Ойымды бөліп, әдеттегідей мамамның сұрауы басталды. Балам, осы аптадан ағашы ағаңның жылы ғой. Бармасам ұят болар. Ертең жоқ, арғы күні кетеміз. 3-4 күнде келеміз. Аш қалсаң мына жеңешеңе айтарсың. Өзі қамыңды жасайды деді. Оппа, міне. Ойында арамдық жоқ, мамам қасқырға қойбақ деп тұр ғой. Қайдан білсін? Қағынған келіні барын. Скоре қағынған ұлыңда болмақ. Азғана қалып тұр мамама. Я, мам, барсаңыздар барып қайтыңыз. Бауырыңыз ғой, төбе көрсетпегендеріңіз ұят болар деп қойып қалдым. Аударылып түсіп мақтай жөнелді. Менің құлыным ғой, ақылды өзі ақылды дейді. Ойбу, мам деймді ішімнен. Тапқан екенсіз ақылды ұлды. Ақылды болса өстіп жүреме? Өзінен 10 жас үлкен келіншектің бұтын аңдап. Бірақ бұл менің балалығым еді. Осылайша арада 3 күн өткенде үйде жалғыз қалдым. Ағамыз совхоз басшылығын алып айналадағы фермаларға өтті. Енді маған жеңешемнен ойнақтап ойқастатындай сәт туғандай еді. Бірақ мамам кеткен күні мектептегі жөндеу жұмыстарына барғанда сұмдық хабар естідім.
Анау сенің көршің қаладан келген кассир кісіні өлтірген дейді ғой, естің ба дейді. Классымдағы бір бала. Тас төбемнен жай түскендей болды, өйткені мен үйден шыққанымда мұндай хабар жоқ еді. Жарты сағат өтер өтпес мұндай сұмдық. Өз көзіме өзім сене алар емеспін. Ортаға келіп шүйіркелесе кеттік. Жаңа ғана естім, әкеме хабар келді. Сол кісі кассирді өлтіріп, өзі қашып кетіпті. Іздестіріліп жатыр екен деді. Қап, Құдай-ай, енді не болмақ? Жеңешемді аяп кеттім. Содан үйге қарай тұра жүгірдім. Жауын нөсерлетіп құйып тұр. Қалтамдағы кілтті есікке сала бергенімде, Сакөш деген жеңешемнің дауысы шықты. Жалт қарадым. Өзі асығыс секілді, бері келші дейді, жыламсырап. Баруға дәтім бармай қаттым да қалдым. Өйткені түремшік ағам үй ішінде мені аңдып отырғандай көрінді. Айтып болама қашып кеп жасырынып жатқан болса, мен барып көріп қойсам, тірі куәгер деп жанымды жаһаннамға аттандырып жіберсе. Және де ол заманда қазіргідей екінің бірі түремшік емес, мыңнан бір шығар. Сосын түремшік десе төбе шашымыз тік тұратын заман. Қалтыраған қолыммен есікті ашып ішке зып бердім. Бірақ жеңешемнің жылаған даусына қайта үңілдім. Сәкөнтай, келші бері, көмектесші маған дейді. Енді бармасқа амалым жоқ, үрке басып жақындай түстім. Көзінен үзілген жас екі бетін шайып жатыр. Сәкөнтай, сенен өтінішім бар, мынаны апарып анау жерге көміп тасташы деді. Қорыққанынан шегіншектей бердім. Қорықпашы Сәкөн, бұл ағаң екеуміздің альбомымыз. Ішінде біраз суреттеріміз бар. Ағаң ішіп төбелесіп бүгін бір кісіні жазым ғып қойыпты. Енді үйге сичиктер келеді. Солар көрмесін дегенім ғой. Сенен өтініп сұраймын. Мына альбомды бір жерге көміп тасташы. Мен өте асығыспын, қалаға жүруім керек деп, қолыма төрт бұрыш орама ұстатты. Қарасам кигізіп, сыртынан қалың целлофан орапты. Әскери альбом екен деп ойладым. Баяғыда ағаларымыз осындай альбомдармен әскерден келетін. Алдымда огород бұрышына барып, тізеден қазып көміп тастадым. Жеңешем болса қалаға кеткен. Содан күректі аты бұрып үйге келдім. Ал асығыс кеткен жеңешем сол күні қайтып келмеді. Ертесіне тағы да төбе көрсетпеді. Осылайша арадан 3 күн өтті. Жылап еңіреп мамам жетті. Суық хабардың бүгі шегесіне дейін белгілі болды. Ол былай болған. Әлгі ағамыз кассирді мінгізіп ауыл айналасындағы фермаларға шығады. Яғни біздің совхоздың малшыларына барып жалақы таратпақ. Содан ішкілікке жақын қалалық кассир сылқия тойып алып ағама тиісе бастайды. Сөз арасында сен түгі сенің үйіңдегі сұлу келіншегіңді деп намысына тиеді. Ашуға бұлыққан ағам бір жұдырықпен жалпайтады. Кесапат кассир сол жерде жаны жай тауып, үні өшеді. Басында ұйықтап қалды деген ағам көңіл бөлмейді. Бірақ біраз жүріп барып денеде жан жоқ екенін байқайды. Содан қорқып кетіп қаша жөнеледі. Қашқанда да жай қашпай қолына ілген бір бума ақшаны ала қашады. Өйткені біледі, енді өзі түрменің төрінде шірейді. Болары болды ғой, енді келіншегім қор болмасын деп үйіне жеткізеді. Оны мына Сакондай сарауыз көміп тастайды. Мұнысының өзі аз болмайды. Сол заманғы 21 000 сом болады. Бұл менің жеңешемнің өмірімнің соңына дейін жетеді. Осыдан соң өзі барып көлік маңына табылады. Содан қолына кісен салынып кете барады. Тергеу амалдарында бәрінде мойындап, тек ақшаны мойындамайды. Сөйтіп бір айдан соң 14 жылды арқалап кете барады. Ал жеңешем болса, сол кеткеннен мол кетіп, соттан соң ғана келді. Мен сонда сағыныштан сарғайып, жанымды қоярға жер таппай жүрдім. Әйтеуір бір күні жарқ етіп есікті ашты. Үрпие қараған мамамды құшақтап алып еңіреп берді. Басында шошып қалғанмын, жылап тұрған келінді көргенде, мамам жібіп сала берді. Менің де қуанышымда шек болмады. Не деген әдемі едің жеңеше деймін. Сен болмаған осы бір айда мына дүние маған тар қапасқа айналғанын білсең ғой. Білесің ғой, бірақ білесің. Мен саған тек төсек үшін емес, ғашықта болған екем ғой.
Не деген сүйкімді едің өзің. Жарымжан еттің ғой мені жаным жеңешем. Алайда өксіген бас алмаған жеңешем үйде көп отырмады. Сөмкесін ақтарып кілтін тауып алып үйіне тартты. Ессіз ғана келіншек-ай, әп-әдемісің өзің. Жындыбайға тиіп бағың ашылмайтын болды ғой деген мамам өз тірлігіне кетті. Төбесінен тақ түскендей болған Сәкөнтай қуанышын жасыра алмай төрде жатты. Содан біраз уақытта қайта келген келіншек мамама жалынды. Апа, Сәкөні жіберіңізші. Құлпымды дат басып қалыпты, есігім ашылмай жатыр деді. Эх, жеңеше, өзіңнің құлпыңды ешқашан дат баспайды білесің бе? Оған мына мен жол бермеймін деймін. Ойымда міне осы ғана ұшып тұрып жетіп бардым. Ескі құлыпты бұзып, жарып ашып бердім. Алайда жеңешемнің жүзінен бұрынғы күлкіні де, ескелікті де көре алмай кері қайттым. Бірақ көңіл күйі әлі де жоқ шығар деп, үмітімді үзбей жүре бердім. Күндер зулап өтіп жатты. Сөйтіп жүргенде шілденің ортасы болды. Жеңешемнен ешқандай хабар болмады. Содан байдың сотталғанынан 2 ай өткенде барып, жеңешеме тіл бітіп, тәтті тілімен түйрей бастады. Өйткені мамамда бұрынғыдай үрке қарамай, жылы қабақ таныта бастаған еді. Енді бұл өтсе де, қайтса да шайға бас сұғатын болды. Маған дегендегі көзқарасы өзгерді. Көмек сұрауы көбейді. Ойында түк жоқ мамам мені тағы да итермелей түсті. Міне сонда ғана мен сарғая күткен күн жақындап қалды. Содан бір күні мамамның апасы ауырып сонда тартты. Бір ауылда тұрсақ та қасында болайын деп сонда түнеді. Үй арасы алыс болған соң барып, кеп жүруді жөн көрмесі керек. Ал мұны білетін татар жеңешем мені құшағына тартты. Таңертеңгі шайды ішіп болып, мамамды жібергелі жатырмын. Өзім күн қызғанша деп огородқа шұқшиғаным бар. Мамамның көңілінде кір жоқ қой сонда. Әй келінжан, Сәкөнға қарап қойшы, мен 2-3 күнге келемін демесі бар ма? Бұл күн менің әлі де есімде, 19 шілде. Тәп-тәтті жеңешемнің тәнінен алғаш рет бал татқан күнім. Оны қалай ұмытайын? Қысқасы басталды. Мамам үйден ұзай бергенде жеңешем жетті. Тасташ бәрін Сәкөш, үйге жүрші, шай ішеміз деп қайтазы берді. Үшіп тұрып үсті басымды қағып, аяңдай бердім. Кірген жерде оң жақта көтерме пол бар. Мойныма кеп асыла кетті. Не деген шапшаңдық десеңші. Мен жетем дегенше үй халатын киіп үлгеріпті. Алды, сол бойы ашық. Ішінен әдемі гүлі бар, көкшіл, емшек қабымен көкшіл түрісейін киіпті. Көздің жауын алып, тартып барады, құрсын. Көйлекшемді шешіп, атып тұрғанда менен тіпті ескетті. Қосан ары көгеме тигенде өштім ғой өштім. Шалқалап жатқызып итіне бастадым. Әй бірақ, мен өзім деп түстім ба, әлде айдалаға айдақтап жатырмын ба, деп қоямын. Шын айтсам ол менің қазірде есімде жоқ. Әйтеуір оң аяғын мойныма асып алып, соққылай бастадым. Сонда ғана жеңешем еміреніп алып ыңырси бастады. О, міне, мен нағыз еркек болыппын. Ауыртып жатыр ғой деймін. Ол сірә жөніне жатама, сыбырлап өліп барады. Тоқтамаш Сәкөш, тоқтамаш жаным дейді. Құрсын, тоқта ойда соққыны үдеті, түсіп тілімді бердім. Ол енді онан сайын бұлдана түсті. Ерніме сүлікше қадалып, ышқынып жатыр. Тамағымнан тістеп тастады. Мойнымнан қапсыра құшақтап, жалына бәлек. Иә, осылай міне, осылай. Ах, жаным үдей түсші. Тек тоқтай көрмеші деді. Ах, жеңешем, менің деп, мен де барымды салып жатырмын. Әй бірақ, тоқтап тұршы Сәкө. Қарашанда не боп жатыр өзі? Шартылдаған дауыстан басқа ештеңе жоқ сияқты. Белімді көтеріп төменге көз жүгірттім. Ойбай құрсын. Балапаным басы салаңдап, сыртта жүр ғой. Әй алқаш неме, былқ-сылқ болған. Мен соны білмегенім ба? Салаң басымен салыртылдатып, соғып жатырмын ғой өзімше. Ол сорлы іннің бірде оңынан, бірде солынан кеп сүйкеніп, өкелі бәлек. Сөйтсем оның ісі бітіп жыны басылғаны қашан екен ғой. Құрсын жеңеше, кешіре көр өзің.
келесіде мұндай қайталанбайды. Ал енді жіберші жаным, тұрайын. Жоқ жаным, жібермеймін. Кеудемді суық түсіп жата тұршы осылай. Шашыңнан ескейінші жаным. Сосын сен де сүйші мені. Кезек-кезек соршы қосанарымды. Жаным тәнім сенікі, тастап кете көрмеші мені. Сен менікісің, мен сенікімін. Жанымсың десем, жанымсың ғой менің. Уәдем уәде, ешқашан тастап кетпеймін сені, Сакош. Сен тұрғанда маған ешкім керек емес дейді. Не деген тәтті сөздер жаным, еріп барамын. Құлағыма жеткен ыстық демі деребімді қоздыра түсті. Қолынтай қайта қозғалды, енді мұным біріншіде емес, батыл қозғалдым. Сырғасына ұшы ілгенін анық сездім. Ұзыннан бойлап бара жатты. Жеңешем, ах деп, ышқынып көзін жұмды. Кеудесін ашып қос анарына ерік берді. Кезек-кезек сора бастадым. Пақ шіркін, бұл кітаптарда суреттегендей көмкерілген қос анар емес қой. Басқаша бұл, басқаша. Ортасынан иіскеп мұрнымды тықтым. Оң аяғын таяғы да иыққа салды. Енді тоқтамаса күн, ұра бер. Қапсыра құшақтап, қағытпаға түспастым. Шартта шұрт басталды. Жиілей түстім. Жеңешем терең тыныс ала бастады. Минуттар өтіп жатыр. Тынысы тарылып тоқтап қалғандай. Анда-санда бір рет демін тартады. Міне қазір деймін. Сұлық түсіп шыңғырып берді. Қалтырап дірілдеп қосанары бүлкіге басты. Қатты қорқып кеттім. Мынауың ауырып қалды ма немене? Жинше не болды саған? Үндеме жаным деді. Оны да әлсін үздігіп айтты. Кеудесіне басымды қойып тыңдадым. Жанымның жүрегі дүрсілдеп соғып тұр екен. Бәсе, жеңешем еркелеп жатыр менің. Қазір міне тұрады орнынан деймін. Алайда жеңешем орнынан тұра алмады. Көтеріп аяғына қоймақшы болдым. Онымнан түк шықпады. Қос аяғы салбып қалған мүгедек сияқты. Жіберсем жәрп етіп құлағалы тұрды. Құрсын, бұл несі тағы? Жинше не болды сізге деймін. Жаным Сикош, бір минут үндемеші маған. Өз-өзіме келіп алайыншы. Мен негізі осылай бітем жаным деді. Немене? Не дедіңіз? Түк түсінсем бұйырмасын. Ей жаным сол Сикош. Сүйші мені. Алдыңа отырғызшы мені. Сосын әкелші ерніңді. Бірақ тістеп алсам ренжіме. Сені жеп қойғым келеді, Сакош. Астапырла, мұрнымнан шығарды-ау бәрін. Ауру ғой мынауың, таза ауру. Мұндайда бола мекина. Шілденің ыстығында қалтырап дірілдеп тоңғаны несі. Құшақтап жатып қисая кеттім. Арадан көп өтпей жеңешеме жан кірді. Көздерін ашып күлімдеп кеп қайта қарады. Ернімнен шөп еткізіп бір сүйді. Онан екінші, үшінші, төртінші рет сүйді. Соңынан сүйді жиілете түсті. Кеудемді сипап, қолын жүгіртті. Төменге сырғыды. Қолының басынан жанап өтті. Ол тұрып, қайта шапты. Енді жеңешем мені тақымға басты. Талтайып кеп үстіме қонжиды. Содан ышқына отырып, шауып берді. Қанша шапты білмеймін, әйтеуір алысқа шапты. Құлыным іннен қашып шығып, құтылғанша шапты. Бірақ бұл тағы да сол әуеніне басты. Қалтырап дірілдеп ақшаңдап қалды. Тоқтағанша күтіп мен де жата бердім. Рас екен, 5 минут өтер өтпес есін жиды. Шашын жинап түйіп душқа кірді. Өзі де қалыс қалмады. Шақырып алып мені шомылдырды. Сонан соң кеп шайға отырдық. Бірақ суып қалған шай қонымсыз болды. Сөз арасында ұнаған, ұнамағанын сұрады. 5 деп бас саусағымды шошайттым. Осылайша арамызда төсек қатынасы басталды. Міне, бүгінге ең алғашқысы болса, соңғысы болмады. Сол күні түнімен құшағына алып жатты. Төсектің түрін көрсетті, үйретті. Мен осылай қалтырап қалсам қорықпа құшақтап жата бер деп ескертті. Осылайша 17 жастағы Сауко 27 жастағы келіншекке өлердей ғашық болды. Күндер жалғасып өтіп жатты. Арамыз жақындай түсті, содан көпке бармай, ол мені қызғанатынды шығарды.
Тіпті кластың қыздарынан қызғанып, ұрыс шығаратын болды. Оның соңы таяғымды жеп, жеңіліспен аяқталды. Бірақ бұл мені қызғанғанының сонда да қоймады. Мамамның көзін ала бере түйреп өтетін болды. Өйткені қызғаныш деген қызыл ит менің де ішіме кіріп алды. Мен де қызғанатын болдым. Бұл жұмысқа тұрған соң арамыз тіпті де өршіп кетті. Кейде тепкінің астында қалып, ауырып қалса да қимаймын деп соңымнан қалмады. Мен де мұны ешкімге қимадым. Сонан болар, алыстап кете алмады. Басқа қыздар көзіме көрінбеді. Тек осымен ғана әмпей-жәмпей болдым. Қысқасы күндердің күнінде оқуым басталды. Түстен кейін оқимын. Бір күні қараңғы түсе мектептен келсем, үйінің алдында бір көлік тұр. Сосын күйбең деген бір еркек жүр. Ұрлана басып жақындай түстім. Сонда ғана мына адамды жазбай таныдым. Сонда көлікпен келген кім болды екен? Сенен басқаны тапқан ба дегеніме, жоға деген Сако досым ақтала бастады. Сонымен аңдып біраз тұрдым. Күздің соңы ғой, мектептен келем дегенше күн көлеңке тартып қалатын. Оның үстіне суық жерің тағы бар. Бүкшеңдей бұғып бір шама отырдым. Әлгі еркекті бір қап онда түсіріп, құрғақ жерге қойып беріп, көлігін оталдырғанда ғана анық таныдым. Бұрындары ауылдарда ауыл совет деген болатын. Мына кісі біздің сол ауыл совет, жас шамасы 50-ді еңсерген еркек. Қос самайын қырау шалса да өз келістісі бар. Атын құрмағырдың аты кім? Оралхан еді. Қызғаныш деген қызыл итім ішімді тырнап үре бастады. Артқа берген көлігі жолға жеткенше мен жеңешеме жетіп, шашынан ұстап, сүйреп үйге кіргіздім. Мына кісі неғып жүр деймін. Жіберші, шашымды сосын айтамын дейді. Айтасың ба жоқ па деп кеңірдегінен ала түстім. Ол жалына бастады. Ұрмашы мені. Өтініш, үйдің нанын сағындым. Қашанғы сенің үйіңнен жей берейін. Оны алғанмын жеткізіп тастайын деді. Мақұл дедім. Үлкен қыз ғой, әкем қатарлы дейді. Менен сөз қалған ба? Братишкан қатарлы мен перісіп жүрсің ғой. Әкең қатарлы не тұрады? Саған деп шап еттім. Мұның соңы белгілі ұр, теп шаштан тарт. Шапалақ, сарт сүрт. Жер бауырлап жатып еңіріп берді. Енді қайтып, сол кісінің көлігіне отырсам өлтіре сал мені деп уәде берді. Сонда ғана жырмақ жыным басылды. Бірақ әдемі жеңешемнің әлгі еркектің құшағында тулап жатқаны көз алдымнан біразға дейін кетпей қойды. Қысқасы сол күні сексіз қалғанымды сездім. Өйткені мынандай таяқтан соң қайтып құшақтап сүйемін оны. Ұнжырғам түсіп үйге келдім. Әншейінде күлімдеп шығатын мамамның қабағы бүгін қатулы көрінді. Шай тамағың пісіп қалды, жеп алып екеуміз сөйлеспесек болмайды деді. Иман зерем тас төбеме шығып, қорқып кеттім. Не айтпақ сонда деген мың сұрақ болса да, бастысы бір сұрақ болды. Құрсын, мына келіншекпен әмпей-жәмпейің бар ма десе не деймін? Міне, осы ең қиын сұрақ. Осыдан соң аспата ма? Шәйде де тақмақты да шықып қойдым. Мамам әңгімесін бастады. Анау, Есейдің қаладан қалған, алған келіні бар ғой. Аты кім еді соның? Я, айта беріңіз мам. Айтқанда сол келін ұлын алып бір түнде жоғалып кетіпті. Өзі туған ұлды ол азда Есейдің үйінде не бар, бәрін жымқырған. Қолға ілетіннің бәрін алған. Алтын, күміс пен ақшаның да бәрін. Сөйтіпті де қалада жігітім бар деп, мені іздемеңдер деп, бір жігіттің көлігіне отырып тайып тұрыпты. Міне балам, көрдің бе қазіргі қаланың қыздары қандай? Сен де ер жеттің, жігіт боп қалдың. Есің болса қаланың қызына жолама балам. Маған анау Зелиханың қызын әкеп берсең болды дейді. Өф деп, сонда ғана жүрегім орнына түскендей болды. Қыз деген проблема емес қоймам деп алдап бақтым. Құдай-ау, мектепте енді бітіретін баласына қатын іздеп жүргенін қарашы. Рас қой, қатын алу деген проблема болып па? Бірақ менің мұңым басқада ғой. Менің мұңым қатарым емес, теңім емес, мына татар келіншекте. Алайда тап сол кезде мен басқа қызды ойлап көрген емеспін. Тіпті миыма да кіріп шықпайтын. Сондай ессіз болдым ғой. Балалығым шығар, құрдай жорғалап қалпақтай үштім.
Тек осы келіншек болса болды, басқасының керегі жоқ дейтінмін. Бірақ бұл өмірде ойлағанның бәрі бола бермейді екен. Кейінгі өмірі мүлде басқаша өрбіді. Қысқасы сол күні тамақ шайымды ішіп, көшеге шығып, 1-2 сағатта қайта оралдым. Содан өз бөлмеме кіріп жеңешеме ымдап әлекпін. Оным жарықты өшіріп қосу болатын. 1 рет, 2 рет, 3, 5, 10 рет қосып өшірдім. Ал жеңешемнен хабар жоқ. Терезесі тас түнек, қараңғы. Не боп қалды екен, ауырып қалды ма екен? Құдай-ай, қайдан ғана ауырдым екен? Енді қалай барамын? Есіктен шығар жерде мамам отыр. Ол кісінің кешкі астан соң 1-2 сағат теледидар қарайтыны бар. Менің болса даладан кіріп шешінгенім осы. Киініп қайта шықсам қайда барасың деп сұраса не айтамын? Басым қатып кетті, бірақ жеңешемді қатты көргім кеп тұр. Бір кезде магнитофонды қостым да терезеден сып бердім. Есігі ашық жатыр, іштен ілінбеген. Жүгіріп жатым бөлмеге бардым. Ойбай, көзім шықсын менің. Сұлық түсіп жатқан жеңешемді көрдім. Тұла бойының сау жері қалмапты. Абырой болғанда бет аузы аман. Қалған жерінің бәрі қап-қарадақ. Не істеп қойдым мен? Бейбақ, кешіріңізші мені деп жалына бастадым. Сол сәтте сенді ұмытып сізге көштім. Әлсін жөтеліп жатыр, басын көтеріп, аузына су тостым. Басымнан ұстамашы жаным дейді ыңырсып. Үй жаным менің. Өзі өлейін деп жатыр, сонда да жаным дейді маған. Сөйтсем бағана мен шашымнан қатты ұстаппын. Тас төбесі ісіп кетіпті. Төбе беріппін, денесі көгеріп кетіпті. Енді өн бойын ала алмай жатыр. Басын әрең көтерді. Алла, осыншама жауыз екенмін ғой, не істеп қойдым өзі? Кешір жеңеше, кешір. Енді қол көтерсем адам болмай кетейін деп қайта-қайта жалындым. Еріннен шөпілдетіп, сүйіп алып шашынан иіскедім. Құшағыма тығыла түскенде құлыншағым ойнақтап шыға келді. Тыныш жат, жүгірмек пайдасы жоқ деп ұрсып бердім. Ердіме ернін тигізіп құлағыма сыбырлай бастады. Енді мені ұрмашы жаным, аяшы мені. Енді маған сенсіз өмір жоқ дейді. Көзінің жасын сүртіп жалына бастадым. Алла, жеңешемді аман қалдыршы деп жалындым. Менің де көзімнің жасы төгіліп кетті. Төгілген жасымды жеңешем сүйіп жатты. Осы кезде біздің бөлмеге жарық түскендей болды. Демек, менің бөлмемнің біреу жарығын қосты. Кім болуы мүмкін? Әрине, ол менің мамам. Терезеден көз жүгірткен анық. Ол жерде менің амантай боп аяқ ізім жатыр. Шығып қараса, осы жерге дөп басып келмек. Қош бол жаным дедім. Егер мүмкіндігім болса, бүгін тағы да келемін деп үйгезіп бердім. Қорғаннан сығалап ішке көз жүгірттім. Мамам көрінбеді. Жүгіріп тереземе жетіп, ішке қарғыдым. Ойбай құрсын, мамамның қасына тап ете қалдым. Не алып жүрсің сен дейді. Далаға шығып едім ғой мам деп айта салдым. Туалет мына жақта ғой балам деді. Бірақ онан әрі ештеңе айтпады. Тереземнен сыртқа үңілді де жауап беріп, өзі жөніне кетті. Қап, құрғырай. Құдай сақтап қалды. Білмеген болса, болды. Құтылдым деп ойладым. Сонан болар қуанышым қойныма симай жүрді. Өйткені 3-4 күнде жеңешемнің беті бер қарады. Оның соңы бергілі күнде қып-қызыл қырғын төсек. Сенің көркіңе тоймаспын сірә деймін, тоймайтындай бар ғой енді. Мен де тоймаймын дейді жеңешем құшағыма тығыла түсіп. Тәтті еріндер жабысып, ыстық құшақтар қабысып қалды. Енді бұл маған барын салып бақты. Көзіңді жұмшы, жаным дейді. Тапа-тал түсте тасқып жұмып жатырмын. Байлаймын деді. Өзің біл жаным дедім. Көзімді жұқа орамалмен байлап тастады. Ал енді емін еркін жата ғой жаным деді. Жатырмын. Еріннен сүйіп бастаған жеңешем төмен қарай кете берді. Тілімен сызып, кеп тамағыма жетті. Онан кеуде тұсымда кезек-кезек сүйген болды. Онап барады ғой құрғыр үйрттенуге аз қалдым. Жоқ, менің жеңешем онымен де тоқтамады. Жат жаным, қозғалмай жатшы деп кіндік тұсыма жетті. Оның үшін тілінің ұшымен түйреп етті. Неткен керемет, сезім бұл дегенімше болмады. Бәлем деп
құлынның басына қол салды. Сонда ғана көзімдегіні шешіп лақтырдым. Ойбай, мынаның есі ауысқан ба? Аузын ашып, аш түлкілерше құлыныма ұмтылып келеді. Абырой болғанда басынан тартып үлгердім. Жатшы, жат, еркіме қойшы мені деді. Қуасың ба сен? Деймін жекіп. Ақмақ болмаш, жаным, онайды бұл саған деді. Қумашы, емшегіңнің ұшынан тістеп алсам саған ұнайма сол деймін. Ну, жаймен тістесең әрине ұнайды маған деді. Қойшы жаным, жіберші құлынның басын. Маған олай ұнамайды, деп шорт кестім. Сыңғырлап кеп күліп алған жеңешем қарғып үстіме шықты. Сонан соң күнделікті ырғаққа салып әрі-бері шайқала бастады. Міне ғажап. Мынау ұнағанда қандай? Осы жолдан таймашы жаным. Шөпілдетіп сүйе берші мені. Алайда сыртқы есіктің ашылғандағы шиқылы екеумізді екі бөлмеге тығылуға мәжбүр етті. Есіктің сықырынан екі жаққа қаштық емес пе? Ішкі бөлмеден сығаласам қарны қабақтай боп, қызыл жағалы мент тұр. Қолтығында бір бума қағазы. Ускенова дейді. Киімін киген жеңешем орамалын тағып шықты. Содан өзара әңгімелері басталды. Сөздеріне қарасам бұрыннан таныстар сияқты. Сонымен ақшаны көрмедіңіз бе? Білмейсіз дейді. Мент. Жоқ, көргенім жоқ. Ол үйге ақша келген жоқ. Ол сол күні үйге келген жоқ дедім ғой сізге дейді жеңешем. Ақырын сөйлеңіз. Сауша снег боп кетудің азақ алдында тұрсыз. Соны білесіз бе деген мен енді қоқан оқыға басты. Мына сөзі естігенде қалшылдап кеттім. Қызғанып барамын. Сотталып кетсе қайтемін. Мен бұл жеңешемсіз қалай өмір сүремін. Мұнсыз өмір жоқ енді маған. Ойымды тағы да сол мент бөліп жіберді. Солай қарындас, жолдасыңыз сотталып кеткенімен іс әлі жабылған жоқ. Ақша табылмағанша жабылмауы мүмкін. Өйткені ол өкіметтің ақшасы. Негізі бұл істі жапса болады оған. Мен ғана көмектесе аламын сізге. Жолдасыңыз кетті ғой енді. Ең жақсы жүрді дегенде 10 жылда келеді. Оған дейін бізде дегенде мүмкіндік бар емес пе? Деп қарап тұр. Шешесінің. Мен сука не деп тұр өзі? Кәдімгідей менің жеңешеме сөз салып тұр ғой тіпті. Атып шығып аузына бір ұрсам бекен. Қой ойбай қой. Олай болмайды. Ағамның соңынан зымырап кетіп отырсам, жеңешем мына шикі сарыға қалады. Онан да құйрығыңды қыста жата берса күн. Бір кезде көбір қайта шықты. Енді менің жеңешем сөйлеп жатыр. Мен сізге айттым ғой, болмайды дедім бе? Болмайды. Егер осы болмайды дегенім үшін соттайтын болсаңыз, мен дайынмын. Байымның соңынан кетіп отырамын. Қарғысымнан қорықпасаңыз зорлаңыз. Қолыңыздан не келеді, бәрін жасаңыз. Егер де келмесе, мені мазаламаңыз. Енді келсеңіз үстіңізден сотқа ары жазамын. Не болсақ, болармыз деді. Мына сөзден соң менттің үні өшіп кетуге ыңғайланды. Жарайды, ренжімеңіз қарындас. Мына істі үйтіп-бүйтіп жабармын. Сіз ренжи көрмеңізші маған. Бірақ бар ғой, сіз ренжісеңіз өте сұлуланып кетеді екенсіз. Кешіріңіз, мен кетейін. Барып, мына істі қалайда жабудың жолын іздестірейін. Сау болыңыз деп шығып бара жатты. Соңынан үнсіз ғана көзбен шығарып салған жеңешем есікті тарс жапты. Десе, менің жеңешем бар ғой, ақылды ғой, өзі ақылды. Көті бір уыс болған шығар анажменттің конкретно отбор берді ғой өзіне. Жаным, сол менің жеңешем. Ешкімге бермеймін сені, ешкімге. Отвечай деп келіп мойнына асылдым. Сонымен таза төсекке қайта құладық. Алайда жеңешемнің бұрынғыдай ынтасы болмай салқындық танытты. Көңіл күйі болмай тұрған шығар деп мен де үндемедім. Бірақ менттен оңай құтылған жеңешем менің мамамнан қашып құтыла алмады. Өйткені соңғы күндері маған деген көзқарасы қатты өзгерген мамам сөйлесейік балам дегенді шығарды. Басында кейінмен сытылып кетіп жүрдім. Бір күні таң алдында ұйықтап жатқанымда келіп оятып алды. Тұршы балам, сөйлесейік дейді. Ұйқылы ояу, не болды мам деп сұрадым. Тұр балам, сөйтте киініп ал. Мен шыға тұрайын деді. Жылмажан киініп алдым. Мамам қайта кіріп отырмастан терезе алдына барып тысқа көз жүгіртті. Түнде қайда болдың балам?
шыныңды айт деді. Достарыммен қыдырдым дедім. Ендеше бері кел балам деп өзі даланы меңзеді. Ұшып тұрып жетіп бардым, қарасам жаңа жауған қар бетімде менің іздерім жатыр. Жеңешемнің терезесінен шығыппын да өзімнің тереземнен кіріппін. Міне саған аймандай айғақ. Енді мамамнан құтылар көр. Мен мына іздің соңына түссем, мына қатынының үйіне барады. Және де бұл бірінші рет емес, бірнеше рет байқадым. Алдыңғы күні магнитофонның қосылуы қалғанға өшірейін деп келсем, сен жоқсың. Демек терезеден шығып кеткенсің. Балам, егер мені ел алдында қарабет болмасын десең, бәрін доғар. Саған айтар ақылым осы болсын. Мен мына келінге ештеңе демеймін. Түк болмағандай боп, бұрынғыдай сыйласып жүре беремін. Өйткені бұл біздің Құдай қосқан көршіміз. Қысқасы сен сөзіңде тұрып, уәдеңде бір. Қайтып мына келіншекке жоламаймын де. Жігіт болдың ғой енді, сөзіңде тұрарсың деп шығып кетті. Өлген жерің осы сенің, Сәкөнтай деші. Қазір шай басына келгенде жауап алары хақ. Және солай болды да. Не айтасың балам деп қайда сұрады. Үндемей отыра бердім. Шайын ішсін деді ме, мамам үнсіз қалды. Бірақ бөлменің, білемін, менің мамам енді үнсіз қалмайды. Тағы да сөзге тартты. Балам, сен мені әлі де түсінбеген екенсің. Қоясың ба жоқ па, соны айт. Саған мен айттым ғой, егер сен қойдым деп уәде берсең, мен мына келіншекке жақ ашпаймын. Жабулы Қасан жабулы күйінде қалады. Сені менің ғана арамызда қалады. Мына келіншек ештеңе білмейсің. Сен тек тоғарсаң болды. Бұл келіншек қатарың емес қой, теңіңде емес деді. Жалт қарадым. Неге олай айтасыз? Менің қай жерім артық екен, мам? Теңім де сол, басқам да сол, басқа ештеңе білмеймін деп жата кеттім. Сонда ғана іс насырға шауып, өтісіп кеткенін сезген мамам көз жасына төкті. Құлыным, қой дегенді қойшы, басқада қыздар көп қой деді. Қой алмаймын, мам деген сөз аузымнан шығып кеткенін байқамай қалдым. Енді міне, оңбай қателескен ұлы барын мамам да түсінді. Құшақтап отырып жылай бастады. Қоймасаң болмайды балам. Қоюға міндеттісің. Сен жігітсің ғой, жігерлі бол. Өзің ойлашы, ел жұрт естісе не болады деді. Ел жұртыңды білмеймін, мам. Тап осы келіншектен айырсаң, онда маған өмір жоқ. Араласпаңыз деп бірақ қайырдым. Мамам одан сайын жылап жіберді. Ебіл-дебілі шығып көз жасына көл қылды. Қайдан ғана көшіп келдім мына қаншық. Құртқан екен ғой сені, құлыным деді. Үндемей біраз жаттым. Сол сәтте расымен де маған осы келіншексіз өмір жоқтай көрінді. Айырылғым келмеді. Қимадым, ешкімге қимадым. Еркек тоқты құрбандық деген бар. Осы келіншекпен бірге өлемін деп шорт кестім. Мұны естіген мамам басын жұлып алды. Көз жасын сап дейіп көгеріп кетті. Шошып қалса керек. Ендеше ертең жол жүреміз, дайын бол деді. Мен ешқайда бармаймын деп тағы да қасарыстым. Енді мамамның амалы таусылды. Барар жері басар тауы қалмады. Бұрынғы сөздерін тағы да қайталап ақылға шақырды. Онысына мен келіспедім, және де ешқашан келіспейтінімді айттым. Осылайша мамамды от пен судың ортасында қалдырдым. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл жақындай түсті. Жеңешеммен әмпей-жәмпейім тыйылмады. Зып беріп күнде барып кеп жүріп, бетіміз ашыла бастады. Беттігі көтінімізде ашылғаны қашан. Оны мамам біледі, жеңешем білмейді. Оның ойынша ешкім білмейді боп жүр. Меніңше де мамамның басқа ешкім білмейді деймін. Сөйтіп жүргенде жаңа жыл күні шешесі келді. Шашы әппақ, өзі сап-сары әйел екен. Жас шамасы мамамдар қатарлы. Бірақ өз жасынан едеуір жас көрінеді. Мұны көрген мамам тамаққа шақырып барып, барын үйіп төкті. Құдағиын сыйлап жатыр деп мен жүрмін. Қайненең келді деп сыбырлап жеңешем демес. Алайда мен мамамның дайындап қойған тосын сыйы бар екенін білмеген екенмін. Келген қонақта барын салып күткен мамам басында ештеңе білдірмеді. Жайбарақат танысып күліп, ойнап әңгімеге көшкен. Сонан болар, маған да ешқандай жаман ой келмеген. Алайда соңына қарап іс насырға шапты. Қонағыммен жақсылап алған мамам және сізбен ақылдассам деп едім деп қойып қалды. Ойында түк жоқ, енем оған құлағын түрді.
Ал енді қонақ келсе құтымен деген бар ғой, құт болсын. Дастарханымды сыйлап келгеніңізге рахмет. Бірақ сізге айтайын деген, ақылдасайын деген ойым бар еді. Шынымды айтсам, айтуға тілімде бармай тұр айта алар емеспін. Қалғанын өз қызыңыздан сұраңызшы деп сөзді жеңешеме бұрып жіберді. Мұны түсінбеген енем қазақша орысша шүлдірлеп қызын шақырды. Жағдайдың ушыққанын сезіп мен де өз бөлмеме сып бердім. Сонан соң ұлы айқайда, кіші айқай басталды. Айтжаныңның барында дедім, енем жеңешемнің шашынан ұстап алған. Ол байғұста үн жоқ, шырылдап жатыр. Енді ашуға мінген енем онан сайын құтырып қызын тепкінің астына салды. Бәрінде естіп сезіп жатырмын. Бір кезде мамам араша түсті. Ұрмай-ақ қойшы, жай ғана түсіндірші деді жалынып. Оны тыңдайтын енем жоқ, айдаусыз жынды екен. Тепкіні үдете түсті. Жеңешемнің жан айқайы шықты. Сонша жерден келгенде естей деген сөзім бе мына сөз деді енем. Мамам онан сайын жалына бастады. Тым болмаса шашын жіберші келіннің дейді. Келін дегені үйреніп қалған сөзі ғой, байқамай қалды. Қайдағы келін болсаған деп енем шап берді. Бірақ жеңешемнің шашын сонда да жібермеді. Жауырыннан шартылдатып сабап, қос бүйірінен тепкілей бастады. Осының бәрін естіп сезіп жатқан менен де шыдам бітті. Атып шығып араласа кеттім. Не деген қолы қатты қатын, мұна бір өз шашын жұлып алды. Жылаған жеңешем әрең құтылды. Алайда ашуға мініп алған енем онымен де тынбады. Әлмейіп қалған мына сары ауызға қалды ма күнің қаншық дейді. Жеңешемде тағы да үн жоқ. Енемде болса тоқтау жоқ. Әй мынау, әлі бала ғой, ойбай, бұл сенің кенже бауырыңнан да кіші ғой, әй қаншық дейді. Мамам тағы да ортаға түсті. Қойыңызшы, енді ұрмаңызшы дейді жыламсырап. Сіз енді араласпаңыз, таяғымда жеп өскен қыз ғой бұл. Тап қазір бұл қаншықты не әрі қыламын, не бері қыламын деген енем енді оқтауға жармасты. Қап құрғыр-ай, қонақ бөлмеде оқтау қайдан жүр десейші. Жеңешем қамыр жасап жүріп өзі әкелген екен ғой. Маңдайына сорып дейді. Құрсын, не деген жауыз қатын мынау. Бөк түсіп жылап жатқан қызын оқтаумен төмпештей бастады. Сол кезде менен шынымен де шыдам бітті. Қолым қайырып тұрып оқтауды жұлып алдым. Енем қайта ұмтылды. Жіберем бе сірә? Қапсыра құшақтап алып тырп еткізбедім. Сол сәтте су әкелген мамам келіннің аузына тосты. Аянышты өзі. Бетіне қарауға болмайды. Көк кембек боп шыға келді. Сонда ғана мамам оңбай қателескенін түсінді. Келіннен қорқпаса да менен қатты қорқты. Өйткені сізге керегі осы еді мам деген бірау сөзім жанына қатты батты. Жылады. Жылағанда да еңіреп берді. Алайда қонақтың сөзі құлағына қонымды болды. Себебі жыны басылған енем үкім шығарды. Әуелі тұрқаншық көтер басыңды деп жылап жатқан қызын шақырды. Онан жыламаңыз деп мамама басу айтты. Соңында отырмында деп маған шүйлікті. Осылайша төртеуміз астан кестені шыққан дастархан басына қайта жиналдық. Сенің әкеңе еріп сонау Ресейден келдім. Жас едім, жастыққа мас едім. Әкең қандай еркек еді көрдің ғой. Құдай қосса амалың жоқ, әкеңе тиіп қожаларға келін болдым. Солардың отынан кіріп күлінен шықтым. Ал сенің мына тірлігіңді естісе, әкең көрінен бір аунап түсетін шығар. Қысқасы ендігі әңгіме бұлай. Тәп қазір сен қашық маған уәде бересің. Қойдым болды, бітті бәрі дейсің. Жас балаға жоламаймын деп ант ішесің. Ал енді барды анау бет аузыңды жуып кел деп жекіді. Алайда жеңешем орнынан тұра алмады. Қайдан тұрсын, тепкінің астынан өле жаздады. Бірақ сонда да жағы ашпады. Не қойдым демеді, не болдым демеді. Орнынан да тұра алмады. Тұрғысы келді-ау, бірақ тұра алмады. Енді менің мамам жүгірді. Құмамен су әкеп аузы басын сүртті. Енем шіркін, міз бақпады. Тәпті кірквік қақпай, жауап күтіп отырды. Арадан бір шама уақыт өтті. Ей қатын, жауап бер деген енем тағы да шан кетті. Оған енді мамам жалына бастады. Мұнан да қайран болмады, жеңешем бүк түсіп бетін басып жатып алды. Енді мамам маған сөз салды. Құлыным, сен қойдым деп айта салшы жарығым күнім дейді. Мен де үнсіз қатып отырып алдым.
Менен жауап болмасын білген мамам қайта жылап бастады. Оны енем жұбатып жатты. Сіздің балаңыз әлі оқушы ғой, бұл балада кінә жоқ. Кінәнің бәрі мына менің қаншығымда. Ақыл есі дұрыс емес мұның. Бетім ай дұрыс болса, өзінен 10 жас кіші баламен де ойнас жасайма деп жеңешемнің басына бір тепті. Бәрібір жеңешемнің үні шықпады. Бетіне жаулығын басып жатып алды. Бір кезде қызынан жауап ала алмаған енемде бақырып жылап жіберді. Мына көкбет қатынды жылайды екен ғой деп, мынау сонда жылап отырып, бұл қатын көмсеңдеп сөйлеп кетті. Ертең-ақ некелеріңді қидырып жіберем, сен екеуіңнің дейді. Мұны естіген мамам шошып түсті. Қайдағы некені айтасыз дейді, жыламсырап. Оны тыңдайтын енем бе ағынан жарылды. Мынау менің екінші қызым, мұнан соң бір ұлым бар. Былтыр мектепті бітірді. Тұңғышым, ол да қыз, Алматыға тұрмысқа шыққан. Онан кейінгісі осы қаншық, кешегі сотталған бай мұның екінші байы. Ол ақмақтың өз отбасы бар. 13 жасар ұлы бар. Солардан ажырасқан бейбақ еркек олды. Бұл қаншықтың бірінші байы оңбады. Нашақор бәлеқит етсе қызғанып ұрып соға берген соң ажырасып тынды. Сөйтіп кешегі адам өлтіргіш кәззапқа тиді. Бірақ мен оған айтқанмын, ұлыңнан басқа ешкім іздемейді сені. Енді сонан ғана үмітің бар дегенмін. Сөйтіп сотты боп жүргенде некеден алдырдым. Дұрыс қой енді, оны менің қызым іздеп бара алмайды. Өзі де Ресейдің түпкірі Камчаткаға түрмеге кетеді деген. Меніңше енді бізге қалғаны мыналардың дегеніне көну ғана. Құдай сақтасын, бұл қылмысты осы төртеумізден басқа ешкім естімеген. Мен қызымды білем ғой, жасынан осындай жақ ашпайтын партизан. Таяғымды жеп өсті. Сосын сіздің де балаңыз оңып тұрғаны шамалы. Жалғызым деп жібергенсіз. Соңында жалмауыз болыпты. Ал енді мен осымен аяқтадым. Соңғы сөз өзіңізден болсын деген енем қайтып жақ ашпады. Не деп айтарын білмеген мамам аңтарылып отырып қалды. Енді тыныштықты жеңешем бұзды. Мені кешіріңіздерші, мен кетемін дейді. Қайда кетесің, сен ешқайда кетпейсің деп мен шықтым. Мұны естігенде енемнің көзі шарасынан шығып, маған ұмтылды. Әй жүгірмек, жөніңе отыр сен дейді. Отырмаймын дедім, безірейіп. Тіпті бөтен қатынның ұлына жүгірмек деген сөзі мамамның жүрегін тесіп жіберді. Ақ деп барып, қайта жылап бастады. Өйткені мұндай сөзді маған өзі айтып көрмеген. Бірақ бұл көпке бармады. Мамам сүйе отырып, жеңешемді үйіне алып кетті. Сол аралықта қызыңды мен жақсы көремін. Онсыз өмір сүре алмаймын. Ол ешқайда бармайды деп айтып салдым. Жетіскен екенсіңдер деп кекесін қайырды. Көп өтпей мамам кірді. Енемнің ашуы келгені сонша сол түні қызының үйіне бармай біздің үйде түнеді. Ертесіне қалаға қарай жол тартып, сол кеткеннен мол кетіп, 13 жыл бойы көрмедім. Ал шарасыз қалған мамам тағы да бір рет жеңешемді шақырып басу айтты. Қойыңдар енді жетер дейді. Онымен ессіз ғашықтарда тоқтам болмады. Сөйтіп жүріп мектебімді бітірдім. Енді бізге шынымен де айырылысатын уақыт жетті. Соңғы қоңырау жақындаған сайын мамамнан шыдам кетті. Анау директор ағайыңа айттым, оқуға өзі апаратын болды деді. Бірін осы Таразда оқы, үйге жақын жерде дейтін мамам. Енді Алматыға не Қарағандыға барасын деп шықты. Оған себепте жоқ емес қой, себепші мына көрші жеңешем. Бар білгені осы жеңешемнен алыстатып айыру ғана. Бірақ менің айналамда сонша қыз болса да, мен солардың біреуіне де жақындамадым. Былтыр 9-ға аяқ басқанда Эльмира деген қызға сөз салғаным бар еді. Мақұл деген жауап алсам да, соңы аяқсыз қалды. Өйткені мына жеңешемді көргелі менен ескетті. Эльмира жөніне қалды. Енді менің оқуға кетсем, мұнымен әмпей-жәмпейім бітері анық. Бұл басқаны табатыны күмәнім жоқ. Себебі төсекке деген ынтасы ұшан теңіз мұның. Темперамент деген тасып төгіліп жатыр. Оның үстіне бұл да маған ессіз ғашықтың бірі. Жібергісі келмейді, айырылғысы келмейді. Оқуға қайда барасың деп сұрап бастағалы қашан. Мамам Алматы деп отыр дедім. Дұрыс деп құптай жөнелді.
Дұрыс қой, кішкентай ғана Таразда нең бар дейді. Оқыған соң Алматыда оқу керек. Ол үлкен қала, әдемі қала, әсем қала. Ол біздің Астана дейді. Әрине жаным, Алматы әдемі қала деймін мен де. Құдды бір Алматының көк төбесімен медеуін шарлап тастаған жігітке ұқсап. Әйтпесе, бала күнімде 2 рет барғаным болмаса, Алматыны көріп едім. Мен Алматыға барып оқуға топ ете қалдым. Топ еткенде де атақты оқу орындарының біріне түстім. Бағым шапты ма, бабым шапты ма білмеймін. Тіпті бір тиынсыз түстім. Міне бұл дегенің енді басқаша емес пе? Сөйтіп менің студенттік өмірім басталды. Айтқандай, студент атанып ауылға келгеннен жүгіріп жеңешем бардым. Қалай ғана көрмей кетейін сағыныштан сарғайып жеттім ғой. Бірақ жеңешем менің өзгеріп шыға келді. Енді бәрін доғарамыз дейді. Есің дұрыс па сенің деп шошып кеттім. Мұндай сөзді күтпеген едім. Түсінем ғой сені, бірақ осымен бәрі бітті. Енді сенің болашақ өміріңнің күл талқанын шығарғым келмейді деді жыламсырап. Мұнысына шыдамай кеттім, қап бәлем. Мен 15 күн кеткенде басқаны тауыпты ғой деген сөз миыма зіп берді. Содан құлақтың түбіне шарт еткіздім. Отырған төсегінен шалқалай құлап аударылып түсті. Кім ол? Айт деймін. Айтасың, айтпасаң өлтіремін деп шашынан ұстап тұрғызып алдым. Бұл маған жалына бастады. Жер бауырлап жатып жылап берді. Алла бар төбемде, менің ешкімім жоқ. Тек сен үшін, Сако, бәрі де сен үшін. Жақсы көрем сені жаным менің. Жанымнан да жақын көрем сені. Тек ұра көрмеші мені дейді жалынып. Жарайды, орнынан тұр енді. Сосын сен маған мұнан айт, неге бәрі бітті дейсің деп сұрадым. Өксігін әрең басқан сорлы сайрап берді. Қараш жаным, өзің ойлашы. Сен менен 10 жасқа кішісің. Мен аласың ба сен? Алмайсың ғой. Алалам десең де мен саған тимеймін. Өткенде інім келіп кетті. Мамам бір жапырақ хат беріп жіберді. Сен бүткіл бір біздің әулеттің жерге қаратып қарабет қылдың. Енді қайда жүрсең де аман жүрсең болды. Бірақ анам бар деп босағамды аттаушы болма. Өлігіммен қоштас. Сосын саған соңғы айтарым, ол ауылдан көзіңді құртып қараңды батыр депті. Соған өзім іздеп мамама бардым. Бірақ есікті ашпай қойды деп еңіреп жіберді. Мына сөзге жүрегім елжіреп кетті. Қызық екен мамаң деймін. Не десем екен, сандырақтай бастадым. Не деген жауыз сенің мамаң, көрмесе қойсын сені. Менің мамам бар, мен бармын. Үшеуміз тұра береміз. Мамасын туғалы көрмегендерде дін аман ғой дедім. Мен бұл сөздерді сол кезде шын жүрегіммен айтып тұрдым. Тіпті солай болса екен деп армандадым. Алайда оның да жауабы дайын екен. Сәкөнтай, жаным менің. Олай болуы мүмкін емес қой. Сен қазірше мені жақсы көресің. Ғашық екеніңе де күмәнім жоқ. Бірақ ертең ақ бұл күндер өтеді. Сонда сен бәрін түсіне бастайсың. Мұның бәрі де балалық екенін түсінесің. Төбемде Құдай қарап тұр ғой. Сені бір көргеннен ғашық болдым. Тіпті есім кетіп Құдай ұрды мені. Әрине, ағаң барда бұл ят нәрсе еді. Бірақ мен сол ағаңды еріне түгі бетінен сүйіп көріп бедім. Шашынан иіскеп көріп бедім. Құдай қосты деп Құдайдан қорыққанымнан ғана жадатын болдым. Бірақ менің оған қалай тигенімді сен сұрамашы, мен айтпайын дейді. Оны сұрап қайтейін, сенің қалай тигенің түкке қызық емес. Маған деп қысқа қайырдым. Сонда ғана жүзіне күлкі үйрілген жеңешем жымиып шыға келді. Апырай, бұл не деген қатын өзі таяқты жеп жылап алып 5 минуттан соң дым көрмегендей күле салады. Сорлының еті өліп кеткен болғаны ғой деймін. Демек бірінші байдан да, екінші байдан да көресіні көрген бейбақ екен ғой. Осы бір жылда менің өзімнен де 4-5 рет оңбай таяқ жеді. Бәрібір міне осы. Сол жерде жылап алып соңынан жаным күнім деп отыра береді. Бағы ашылмаған қатынды қойшы мұны. Енді мұның бағын мен ғана ашамын. Қайтып қол көтермеймін, ұрмаймын, тіпті ұрыспаймын. Қарашы өзін. Күлімдеп қарағанының өзі керемет. Көз қиығын сап, жымиғанын көрсең құлайсың. Көріктім менің. Сәкөн, тыңдашы мені Сәкөн дейді. Саған бар ғой, бір қызық айтайын. Өткендегіні сен қайда жасырдың? Соны айтшы деп сұрады. Сонда барып менің миыма альбом дегені сап ете қалды.
Альбом дегенің ақша ғой, иә, айта бер дедім. Әнәу бірдегі келген менттің сөзінен ұққаным сол еді. Бүгін қараңғы түсе саны, соны қазып әкелші, Сәкон. Екеуміз отырып санап көрейік дейді. Бірақ сен ақша дегенді аузыңа алушы болма деп ескертті. Мен онымен келісе кеттім. Сөйтіп отырғанда мамамның жұмыстан келетін уақыты болды. Шай қоюға үйге қайттым. Осылайша сағынып жеткенімде жеңешем бермей алғаш рет бетімді қайтарды. Бірақ алда кеш бар ғой. Түн бар. Сол түннің тәттісінде көрермін деп үйге жеттім. Содан құлыным деп жеткен мамаммен біраз отырып көшеге кеттім деп зып бердім. Қолымдағы келте жолақ баяғы күрек бар. Қорғанның ішкі бұрышынан қазып жүрмін. Алайда ақшаның ұшы көрінер емес. Осы жер ме өзі деймін. Я, тап осы жер еді ғой, деймін өзіме өзім жауап беріп. Айнала тастай қараңғы, оның үстіне жеңешемнің үйіне жарығын сөндіріп тастағанбыз. Ешкім көрмесін дегеніміз ғой. Қысқасы әрі-бері қазып таппай ұрыны қазақша бастым екен деген оймен басымды ұстап отыра кеттім. Сонда ақшаны кім алған? Шынымен таппадың ба дегенімде Сәконтай онан әрі ойға батты. Сол ақша есіне түссе керек, әлде басқа құпиясы бар ма? Әйтеуір соңынан күліп алды. Жоқ, ешкім алмаған. Таптық қой, ешелеп жүріп таптық деді. Мен қорғанның екі бұрышынан бір қадам санап көмген едім. Сөйтсем қарпаласта байқамаппын. Оң жақта тұрған қаңылтыр шелге құлап әрі кетіпті. Оны жеңешем қайта тіктеп қойған. Мұны өзі айтқанда ғана байыптай бастадым. Содан ағаштар арасынан 1 метрдей бері қаздым. Жұмсақ топырақтың күрекке ілініп бір бума шыға келді. Алып үйге жүгірдік. Есік терезені қымтап тастағанбыз. Жарықты қосып санай бастадық. Теңдей 21 мың сом шықты. Яғни баяғы бері сынбаған ксроның 21 пәшкісі едеді. Құдайың саған қос терезеден берген екен-ау деп арқасынан қақтым. Бірақ Сәконтайымда көңіл күй болмады. Оған қарамай сұрақты үйіп төктім сонымен. 3-4 күннен соң оқуға кетуім керек. Әлгі қаладағы мектеп директоры ағам апарып келмек. Жатақханаға деген ол заманда проблема. Ертерек барып орналасуым керек болды. Бірақ мен жеңешемді тастап кеткім келмеді. Сөйтіп отпен судың ортасында қалдым. Енді қайттым. Оқуға кетсем, мына жеңешем маған жоғын білдім. Бармай қалсам, мынандай оқуға түсіп оқымаған ақымақ болғаным. Ол да түк емес-ау, мамамды масқара қылғаным. Алайда Сәконтай күте тұршы деген жеңешем далаға зып берді. Соңынан қарап тұрдым, зулап отырып, біздің үйге кірді. Әй, мынаны жын ұрған ба дерсің? Қой адам болмайды, 6 бұл адам болмайды деді. Келсін қазір жастап салармын деп отырмын. Бірақ жеңешем сол кеткеннен мол кетті. Тіпті ел жұрт жататын уақыт таяп қалды. Бұл келмеді. Содан сөретіле басып өзімде үйге жеттім. Тыңдап қоямын. Мамам екеуі сөйлесіп жатыр. Я, сөйтейік ендеше. Міне осының табылған ақыл қызым. Әйтпесе ел жұрт естісе қарабет болам ғой. Қазірше екеуіңнің араңдағына ешкім білмейді. Білетін сенің анаң мен ғана. Анаң ешкімге айтпаса керек, өз абыройын өзі төкпесе керек. Сөздің қысқасы, осы сен айтқандай болсын. Алаңдамай кете бер қызым. Сәконтайым үйленсе мен сені іздеп тауып аламын. Екінші анаң есебінде уәдемді беремін дейді мамам кемсеңдеп. Жақындай түсіп терезеден үңілдім, екеуі құшақтасып алып жылап отыр. Енді менің жеңешем сөйлеп бастады. Мен өз анамды білемін ғой апа. Енді ол кісі қайтып мені көрмейді. Соңғы 1 айда 3 рет бардым босағасынан, ақтатпады. Сондай тәшірек адам ол, тәшірек адам. Енді мына менің сізден басқа ешкімім жоқ. Сізге ғана сенемін, сізге ғана арқа сүйеймін. Сізге ғана сенімімді сізге ғана ескертіп айта аламын. Ал Сәконның қалған өміріне араласпаймын. Мен де сізге уәдемді беремін, апа деді. Анамның қарғыс алдым ғой, сізден де қарғыс алғым келмейді деп жылап жіберді. Сонда жеңешемді құшағына басып жұбатқан анам, алаңдама дедім ғой, қызың аламдама сен. Кеудемдегі ақ сүтімнен уәдем берем саған. Тек өзім іздеп барғанша сен мұның көзіне көрінбесең болды деп айтып салды.
Сәлем, қалайсың Саконтай дейді жымиып. Мына қатынды жын ұрған екен ғой дедім. Қазір ғана менің жадымнан кетіп еді ғой сәлемін несі. Әй қатын дегенді қой мұны, деп таң қалдым. Сонымен дастархан басына кеп жайғастым. Әдеттегідей мені айналып толғанып алған мамам сөз бастады. Қызым, Саконтайға тамағын берші. Қазанда тұр дейді. Жалт қарадым. Ой қызымы несі, мамамның деймін. Татар келін деп ат қойған өзі еді. Бүгін кеп қызы бола қалғаныма түсінсем бермасын. Ойланам дегенше болмады, жеңешем атып тұрып тамақты әкелді. Онымен маған аспадама. Екеуінің қылығына миым жетпей отырдым. Ал енді менің мамамды тыңдайық. Құлыным, енді менің мына Пәния қызым болады дейді. Аң-таң боп аузым ашылды да қалды. Төбемнен жай түскендей күй кештім. Мамам тағы да бірдеңелерді айтып жатты, естімедім. Естісем де түсінбедім. Біраздан соң барып құлағымды тостым. Сен атадан жалғызсың ғой балам. Саған міне әпке тауып алдым, дейді. Күлкілі екен. Қуды ғой мамам, таза қуды. Тілім күрмеліп байланып қалды. Аузыма түсер емес. Мамам сонда да тоқтамайды. Я балам, сен енді азамат болдың. Оқуға түстің әне. Міне дегенше оны да бітіресің. Сосын үйленесің дейді. Сөзінің төркінің сонда ғана түсіндім. Мына Фания қатын не істеп қойған менің мамама. Соңғы кездері мұны көрсе сырт айналатын мамам бүгін кеп құшақтап отыр. Ол аздай маңдайынан иіскеп еркелетіп қояды. Құлыным, сен де келші. Екеуіңді де бауырыма басайыншы дейді. Қаным басыма шауып кетті. Фанияны мамамның қолынан жұлып алдым. Сен түсіндірші маған, не болып жатыр мұнда? Сосын менің мамама сенің мама дегенің қай сасқаның? Құшағымна бүрсіп тығылып, неғып отырсың дедім. Ол менен қатты қорқады ғой, тілі байланды. Сол аралықта шашын жібер деген мамамның даусы шықты. Атып далаға шығып басым ауған жаққа жүгіре жөнелдім. Бірақ қайда барамын, түн жарыдан ауып кетті. Келесі бір үйдің қоршауының бұрышына қисайып отыра кеттім. Соңымнан құлыным, қайтшы Саконтай қайдасың деген екеуінің дауыстары естіліп тұрды. Тамыздың соңы емес пе еді? Шаурай бастадым. Сүйретіле басып өз бөлмемнің терезесіне келдім. Көбінше ашық тұратын. Әдейі ашық қалдыратынмын, ішке кірдім. Әрине менің келгенімді мамам білмеді емес, білді. Сонда ғана жаны жай тауып ұйқыға кетті. Бірақ мен сол түнгі таңды көзбен атырдым. Не жылағанымды білмедім, не жыламағанымды білмедім. Әйтеуір кеудемде бір өкініш тұрса, өзегімде бір өксік тұрды. Енді қайттым. Мына қаншықтың мені сатып кеткенін қарашы деймін. Ойым жан-жақта, санамда сан сұрақ тұрды. Енді маған тек өлу ғана қалды. Бірақ өзім өлсем, жалғыз анамды кімге тастап кетемін деймін. Намазға тұрған маманың аяқ дыбысы ойымды бөліп жіберді. Әне-міне жай намазын алып келесі бөлмеге кетті. Бәрін сезіп жатырмын, байқап жатырмын. Өйткені бұл мен үшін үйреншікті жағдай. Ұрлана басып жетіп бардым, міне қазақ. Бүк түсіп, алып ұйқыны сойып жатыр. Таңқылаң бере бастаған анық көрдім. Өзі де мамамның төсегіне тығылып жақын жатыр. Әлемнен бейхабар жатқан бала сияқты. Көзімді алмай қарап тұрдым. Не деген әдемі едің жеңеше деп тамсанып тұрдым. Бірақ енді мен саған жоқпын, мен саған жігітше сөз беремін. Жоқпын дедім бе? Жоқпын. Себебі сен мені сатып кеттің. Масқара еттің. Мамамның басын айналдырдың деп жіпке тізе бергенімде, намазымды оқып болдым дегендей мамам бергі берді. Зып беріп өз бөлмеме өттім. Онан соңғысын мен үшін мәнісі болмай төсегіме қисая кеттім. Шайыңды ше ғой құлыным деген мамам соңымнан өзі жетті. Көрген көзім шықсын менің. Жеңешем ішкі бөлмеге төсек жинап жатыр. Онан жүгіріп шығып шай қойып жүр. Сонда мен де пенде боп осы жасыма дейін жылап көрмеген едім. Бүгін таңда алғаш рет жыладым. Ешкімге көрсетпей жыладым. Тіпті көзімнің жасы көл болды. Жүрегім елжіреп, езіліп кетті. Өйткені жұмыр жүрегім бәрін сезді. Міне сол күннен бастап мен әдемі жеңешемді мәңгі жоғалтқанымды түсіндім. Тіпті соның сөзін қимай кеп шайға отырып үнсіз ғана тыңдай бердім. Сөйтсем әңгіме былай болыпты. Жеңешемді өз анасы үйіне кіргізбей қойыпты. Тіпті аяқ басушы болма деп ескертіпті. Ол аздай менің кесірімнен менің мамаммен де аралары алшақтаған еді.
Содан менің де мамам мұны жақсы көрмейтін. Әкесі осыдан біраз жыл бұрын қайтқан екен. Жалғыз інісі бар, онда шешесінің жағына өткен. Сүйенетіні ғана Алматыға тұрмысқа шыққан жалғыз апасы ғана болыпты. Содан ақша табылғанда бұл маған тастай сала жүгіріп мамама жетіпті. Қысқашы, кешірім сұрап Сапонтайды тоқтатудың бір ғана жолымен сізге қыз болуым депті. Оны өзін кінәлі сезініп жүрген менің мамам да қолдай кетіпті. Өйткені мамам кейде осы қызға менің кесірім дейді. Айтамын деп туған анасын бездіріп жібердім, балам деп отыратын. Және де мен тоқтамға келеді деген соң құшақ жайып қыз қылып алған. Тағы да жалғыз ұлыма апа деп таптым деп ойласа керек. Міне осы менен жеңешем екеуміздің арамыздағы құпия керім бітті. Алайда мен оқуыма жүрместен 3 күн бұрын осы апам ғайып болды. Тіпті алды артына қарамай кетті. Ебіл-дебіл шыққан мамам іздеп зар жылады. Менен күдіктенгенде сездім. Содан қаладағы үйіне сұрау салды. Ол жақтан да жағымды хабар алмады. Өлігін сол жақтан іздеңдер деген жауап келді. Мұны естіген мамам онан сайын еңіреп, жер бауырлап жатып жылады. Көз жасын көлдетіп төкті. Сонда ғана мен бейбақ ана жүрегі шексіз мейірімді екенін түсіндім. Сонда ғана бауыр дегеннің керек екенін түсіндім. Бірақ мен біразға дейін жалғыз тұяқ боп қала бердім. Қысқасы Алматыға келген соң жан жарам жазыла бастады. Ауылмен араны үзбей жүріп қалаға үйрендім. Сөйтіп жүріп қазіргі Маралмен таныстым. Бақанастың сұлу қызымен 2 жылдай жүріп үйлендім. Ал анамның жағдайы апам кеткен күннен бастап мәз болмады. Неге үйттің екен қызым, бәрі де жақсы еді ғой деп жылап отыратын. Тіпті мен үйленгеннен соң қайта іздей бастады. Қаранған қарап қалмас деген ой мекен жайын тапты. Алматыға келіп келінін ертіп сонда барды. Фания қызы құшақ жаяқ күтіп алыпты. Жібермей ғана оқып 3 күн күтіпті. Сонда маған қоңырау соқты. Баяғы үні, баяғы күлкісі құттықтап болып, келінді сағындың ба деп шыныңды айтты. Әрине деп жауап бердім. Ол менің ұлымның анасы, ол менің құдай қосқан жарым дедім. Ендеше келіп алып кет, әйтпесе мен келінімді жібермеймін деп бірақ қайырды. Оның сөзін телефонға жармасқан анамда құптай жөнелді. Оларға келіншегім қосылып келді кел, алыс емес деп шықты. Содан мекен жайын сұрадым. Міне қызық. Оқу орнымнан жаяу кетсем жарты сағатта жететін екенмін. Бірақ мен жер шұқылап отырып әрең бардым. Бұл дегенің бір ғажап, қаланың қақ ортасынан 2 бөлмелі үй алыпты. Әрине баяғы табылған ақшаға. Оның үшін қымбат жиһазға толтырыпты. Бұл да сол ақшаға. Сөйтпесем болмады. Ақшам күннен күнге құнсыздана берді деп сыбырлады. Демек ақша жайлы ешкімге тіс жармаған. Тіпті менің мамама да айтпаған деп топшыладым. Мен де сол ақша жайлы ешкімге жағы ашқан емеспін. Қысқасы бұл дегенің бір ғанибет кездесу болды. Бір түн өтпей жібермеді. Соңында мамамның алдында ол апа, мен іні болдық. Ал ештеңеден хабары жоқ келіншегіме қайнапа боп шыға келді. Әсіресе анамның қуанышында шек болмады. Тіпті жас балаша қуанды. Сонан бері біздің арамыз үзілмеді. Сөз арасында неге сен үн-түнсіз қашып кеттің дегеніме нақты жауап берді. Біріншіден енді мен саған сен емес, сізбен сіз деп сөйле. Екіншіден сен алаңсыз үйленсін дедім. Үшіншіден бұл әңгіме мен үшін мәңгі жабылған. Қайтып қозғаушы болма, Құдайдан қорқамын деп шорт кесті. Мына жауаптан соң менің де аузыма құм құйылды. Қолына жай намазын ұстаттым. Ол мамамның бөлмесіне кіріп намазға бас қойды. Бұл оқиға осылайша көрген түстей боп өте шықты. Апам болса өз анасын 1 жылдан соң ғана көріпті. Онда да ашулы ана аса қатты емірене қоймапты. Ал жалғыз інісімен осы күні менің де сәлемім түзу. Өйткені екеуміздің баламыз осы апамыздың үйінде жатып оқитын. Екеуі түйде құрдас. Сондықтан барамыз, келеміз. Ал оның анасын 13 жыл дегенде кездейсоқ көріп қалдым. Абырой болғанда көп ішінде сәлемімді алды. Мүмкін ол кісі бәрін ұмытқанда шығар. Бірақ бұл оқиға мен үшін түс. Анам үшін сынақ, келіншегім үшін жұмбақ боп қала берді.